Барлығына сәлем. Я в новой футболке деймін. Алдыңғы видеолардың бәрі қара футболка, домашний футболка болғаннан кейін міне мен киініп алдым. Бетіме де уход жасалдым. Жылтырап тұр иә. SPF бәрін жағып алдым. О халқым, мен бұл видеоны не үшін бастағанымды сіздерге айта өтейін. Мен Кембок университетінде оқимын. Осы университеттің жанында бір магазин бар. Жанында дегенде біраз жүру керек. Сол магазинде өте біраз тағы да арзаны да бар. Біз барып жүрген Емарт үлкен маркеттің орнына, сол жердегі заттарға қарағанда осы магазинде кішкене арзандау да. Хотя тоже қымбат, но тоже немножко арзандау более. Лучший вариант деші. Дейікші. Сол магазинді біз университеттің көп студенттері біледі, бірақ та білмейтін студенттер бар. Сондықтан қазір мен сол жолды кішкене көрсетіп, сол магазинді кішкене көрсетейін деп тұрмын. Кембок студенттері, сіздерге арналған видео қабыл алыңыздар. Сонымен магазинге қалай баратынымызды айтайын. Кембоктан магазинге баратын екі жол бар. Біріншісі ол оң жақ жолмен, яғни главная дорога арқылы баруға болады. Ал екіншісі Сью магазинінің арқылы, яғни ол жақта әртүрлі үйлер бар, складтар бар, сол жол арқылы барамыз. Осы жолда әртүрлі кәрістердің үйлері бар, және де складтары бар. Кәрістер өздерінің аулаларын үсте таза ұстайды және әдемі ұстайды, неше түрлі әдемі гүл өсіріп. Сонысы маған ұнайды әйтеуір. Сосын анау жерде Шинсон апаты бар. Сол здание көрініп тұр ғой. Сол зданияның көшесіне түсеміз. Ол үшін осылай көтеріле береміз. Жолға түскеннен кейін оң жаққа қарай бұрылып үстіге көтерілеміз. Мектеп жаққа қарай өтіп, мектептің бойымен үстіге көтеріле берсек, біздің точкамыз, яғни біз бара жатқан магазинге жетеміз. Бұл 3 этажды магазин. Бірінші этажында әртүрлі тамақтар бар. Екінші, үшінші этажы өзіміздің микс маркет сияқты. Ішінде бәрі бар. Посттовары, химтовары, канцтовары, киім бәрі бар әйтеуір. Енді қайтатын жолды көрсетсек, қайтатын дегенде барып қайтатын екінші жол. Ол және айтқан главная дорога. Ол оған шығу үшін біз жәнегі Шинсон апаты жолымен үстіге қарай көтерілеміз. Сол Шинсон апатыға қарай жеткеннен кейін оң жаққа қарай бұрылып үстіге қарай жүре береміз. Сосын универге жетеміз. Менің түрімнен көріп тұрған шығарсыздар. Это было жаманстық болды, қызар кеткем. Сені кеткем жаман. Кепкамды шешпей қойдым. Так видеоға түсіріп жатырмын ғой. Ел көрсін деп түсіріп жатқаннан кейін шашымның су екенін көрсетпей қояйын. Мен не алып келдім? Мен магазинге бардым. Если бағасы нормально болса, мен кешіріңіздер. Бұрындағыдай сол баға әлі тұрса, бір затқа сол затты алам деп ойлағам. Соны алдым. Сосын тағы бірдеңке алдым. Егер ол қымбатты кетсе алмаймын деп, түке алмаймын деп барғам ғой. Үш нәрсе алып келдім. Ой, ыстық. Салқын жел бар, конечно, кайф, но все равно душно, ой. Влажно. Көрсетейік, менің сумкамда не бар. Бірінші алып тастайын. Мен не үшін бардым десеңіздер, мен мына үшін бардым. Чамчи. Маған осы чамчи ұнайды, чем анда тот, который дорогой. Джиннің реклама жасайтын чамчиге қарағанда осы чамчи маған больше ұнайды. Но тут тоже дәмді, но мен оны жемегелі көп болды. Осыны жеп жүрмін, еще оған қарағанда арзандау. Екінші нәрсе ол менде огурцы. 2000 вон, үшеу. Өте нормальный баға, но сол магазинде мен 5 штукты 2,5 вонға алатынмын, бірақ ол болған жоқ. Осы ғана болды, сондықтан осыны алдым. Но ол сезонға тоже байланысты деп ойлаймын. Міне чек. Қазір. Ойбай. Мұндай сок алдым, 2 болғам. Біреуін жолда ашып қойдым. Бай-бай. Міне. Несаны күшті. Дәмді сок, маған ұнайды. Тоже бірінші дәмін көрдім, мына ішіндегісін. Вкусно. Ал артындағысы мен уже дәмін көргенмін. Өте дәмді. Ой, құламажан. Ладно, қылай бер. Болды, басқа түкте жоқ. Общий бағасын айтсам, ол 9080 вон шықты. Это 3100 теңге, примерно сондай. 3000 теңге. Мынау 2850, 5700 вон. 1800 теңгеге шықты. Қымбат. Ну, не істейміз енді. Соқтар по 700, 700 теңгеден. 1400 вон. Это 500 теңге ғой. Сосын огурцы 2000 вон. Сондай шығынмен келдім. Емарттан огурцы таппайсың. Рас айтамын, анда-санда ғана огурцы болады. И именно алдында помидормен бірге алғым келіп еді. Таба алмай қойдым, жоқ болды. Ал мына жақта магазинге барғанға уақыт болмай қалды. Сосын сол
не деп айтам тағы. Ана магазин мен сендерге және таныстырған сол магазин өте күшті магазин. Іші салқын дей ма? Кайф ұстадым да, сосын шықтым, блин деп. Оказывается, 1-ақ сағат өтті ғой барып келгеніме. 1 сағат түстім, 1 сағат көтерілдім десе. Вообще 1 сағат. Сонда 25 минут барасың, 10 минут, 15 минут жүресің, сосын 25 минут көтерілесің. Мен сіздерге баратын жолдарды көрсеттім, қайтатын жолды көрсеттім. Анда және автобуспен де қайтуға болады, баруға да болады. Анда бір автобус бар, 2 автобус. Даже 3 автобус. 3 автобус, иә, 4 ме? 100 бара ма, бармай ма білмеймін. 3 автобус барады, 60, 92 және 80, 12. 8-12. Бірақ автобуспен не үшін барасыңдар? Автобуспен сол уақыт болады, потому что айналып барады ғой. Ал 80-12 қымбат. Жаяу барыңдар. Болды. Бүгінгі менің видеом бітті. Пока. Мама, на тұр.